Тәрбие сабағыңыз тақырыбы «Менің отбасым, менің бақытым» деп аталады. Сабағымыздың мақсаты отбасы мүшелерінің арасындағы бауырмалдық, қайырымдылық, достық қарым-қатынасты қалыптастыру, оқушылардың өз ортасы, отбасына деген сүйіспеншілік, мейірімділік сезімін ояту, өз елінің қамын ойлайтын, ата-анасын, жолдастарын сыйлай білетін азамат тәрбиелеу. Сіз бақытты басында шыңға лайық адамсыз. Алған болған мақсаттарын арман еткен бар болғансың. Басымызда 5 адам болып тұрамыз. 2 қызым, 1 ұлым бар, жолдасым бар. Жолдасым жұмыста, бала тәрбиесімен мен айналысам. Көбіне жұмыста болады. Тамаша. Менің отбасымда 5 адамбыз, 3 балам бар, 2 қызым, 1 ұлым. Оқушылар, ата-аналар қызықты сұрақтар ойна деген тренингімізді ойнаймыз. Бұл жерде сіздерге қызықты сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Балаларыңызға қанша сәйкестік келетіндігін айтып отырамыз. Қызықты сұрақтарымызға жауабыңыз дайын болса айта беріңіз. Қызымның туған күні 12 қаңтар 2007 жылғы. Сынып жетекшісінің туылған жөні Молдабаева Нұрила Ниязбекқызы. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді? Шахмат, шашканы жақсы көреді. Қандай өлшемде аяқ киім киеді? 37 размерді киеді. Балаңыздың досы кім? Барлық балалармен дос. Қандай түсті жақсы көреді? Ол ақ түсті жақсы көреді екен. Балаңыздың бірінші тісі қанша айында шықты? 8 айлығында шықты. Балаңыздың сүйікті асы қандай дейді? 5 бармақ ет тамақты жақсы көреді. Қазақта ет дейді. Балаңыз сізді ренжіткенде ең алдымен қандай сөз аузыңызға түседі? Отақаны маған ренжіме, мен сені қатты жақсы көремін деймін. Тамаша. Айым, анашыңның ешқандай қателеспегенін айтып бере ғой. Қателесті ма, жоқ әлде қателері болды ма? Демек, біздің балаларымыз туралы мәліметті ата-аналарымыздан басқа артық ешкім білмейді ғой, жақсы білмейді ғой. Аналар оның кішкентай еңбектегені, былдырлағаны, сөйлегені, алғаш тісі шыққаны болсын, барлығын ең бірінші біліп отыратын әрине анасы. Жетекшісінің аты-жөні Молдабаева Нұрила. Спорттың волейболды жақсы көреді. Аяқ киімде 40 размер. Балаңыздың досы кім? Дамир. Жақсы көреді. Балаңыздың қанша айлығында шықты дейді. 6-7 айлығында. Балаңыздың сүйіктасы манты қуырдақ. Сізді ренжіткенде ең алдымен қандай сөз аузыңызға түседі дейді. Ой, шүгірмет өсіп өмірлер ай деп қорсамыз. Артынан түсіндіреміз. Жақсы, тамаша. Кенжеғали? Ендігі кезекте балаларға ситуациялық сұрақтар береміз. Сол балаларымыз бірденнен оқып жауап беруі тиіс. Махаббат? Аслан? Дамир? Кенжеғали? Дайын болсақ, бірденнен жауап бере береміз. Ата-ана қатты дауыс көтерсе елесе, ұрысса сен қандай әрекет жасайсың? Ана маған ұрсатын болса, оған ренжімей, себебі ол маған жақсы болсын деп айтады. Ой толғау деген бөлімге келдік. Мұнда әр топ өздеріне берілген аяқталмаған сөйлемді аяқтауы қажет. Бірденнен жауап бере білейік. Шәкіртінің биік белестерге жетіп, үмітін ақтап, сол өмірден өз орнын таба білгені. Отбасы бақыты, ол отбасының бақыты ең бірінші кезекте балалардың денсаулығы, балалардың өмірден өз орнын таба білгені. Оқушылар, алдарыңыздағы берілген отбасындағы құндылықтар жазылған парақшаларды сіздер мына жердегі даналық ағашымыздың, сиқырлы ағашымыздың қай тұсына жапсыра дедіңіздер?
соны келіп айтып жасырып оқып беріп кетсеңіздер, иә, қандай құндылықты қайдадан жасырғанда. Келе қойсыздар. Келіңіздер. Иә, иә. Отбасылық сыйластық қарым-қатынас. Бұл отбасыдағы сыйластық әрқашан жоғары. Ата-ана отбасына үлгі көрсету керек. Бала ата-анадан үлгі алып Тамаша. Біз сызат деген, шеге деген әңгімеден үзінді бейнеролик көреміз. Соған байланысты ойымызды қорытып айтатын боламыз. Тамашалап жүріңіздер. Ағайға тесіп болып қалды ғой. Адамның көңілі де жүрегі де дәл сондай деп ойлаймын. Әр айтылған сөз атылған оқ дейді ғой. Әр жаңағы жүрекке тиетін сөз айтқан сайын адамның көңілі қала береді, жүрегі жаңағыдай дақ болып қарая береді. Сол нәрседен сақ болуымыз керек. Жақсы. Рахмет сізге. Әсерімізді тілек шамы арқылы ортаға салсақ. Грант иегері болып байқалса осы еңбегінің ішіміздің университет болып бүгінгі сабақтағы әсер бүгінгі жақсы әсер қалдырды деп ойлаймын. Бүгін біз жалпы отбасының рухани құндылықтарын жетілдіре түстік, жетілдіре меңгердік. Балалар бүгінгі сабақ өте жаңағы білімділігімен, жаңағы адамға ой тастауымен естеріңде қалды деп ойлаймыз. Бүгінгі сабақтан алған нәрселерімді ешқашан ұмытпай,